Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видеода ең дәмді айран қосылған қамырдан бар жоғы 20 минутта бауырсақ және пирожки пісіреміз. Бұл бауырсақтарды мен таңғы асқа, таңғы шайға көбінесе пісіремін. Сіздер де пісіріп көріңіздер осы рецепт бойынша. Алдымен ыдыста 200 грамм айранды құйып аламыз және оның үстіне 1 шай қасық толтырмай нан содасын және 1 шай қасық уксусты араластырамыз. Уксус 6 немесе 9% болу керек. Уксус пен соданы араластырып алғаннан кейін оны айранға құямыз. Айранға құйған кезде айранымыз реакция беріп кішкене көпіршейді. Міне осылай. Және оның үстіне жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май және 1 ас қасық қант қосып араластырамыз. Рецепт бойынша жазылған ұнды 2 бөлікке бөле отырып саламыз. Жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Енді бұл қамырды 10 минутқа демалдыруға қоямыз. 10 минуттан кейін қамырды алып екіге бөліп аламыз, немесе осы күйінде үлкен қып жайып бауырсақ қана пісіре салсаңыздар болады. Бірақ мен бүгін 2 түрлі тәсілін көрсеткім келеді. Міне бір бөлігі бұл бауырсаққа, оны алып бетін жауып қоя тұрамыз да, екінші бөлігін домалақтап аламыз. Ұзыншалап домалақтап аламыз және оны 8 бөлікке бөлеміз. 8 бөлікке бөлініп алған қамырларымызды домалақтап бір тегіс қылып аламыз және ең бірінші домаланған қамырдан бастап жая бастаймыз. Бұл қамырларымызды жайған кезде ортасын қатты жұқа қылып жібермес үшін шет-шеттерін жұқартуға тырысамыз. Қамырымыздың қалыңдығы жарты сантиметрдей болады. Қатты қалың болмайды және қатты тым жұқа болмайды. Оның көмегімен осылай жайып аламыз. Ортасына кез келген салманы салсаңыздар болады. Егер етпен жасағыларыңыз келсе, етпен пиязды алдын ала қуырып, суытып алу керек болады. Пісіріп алу керек болады, яғни. Және бұған картоп пюресін, шұжық немесе қуырылған, қайнатылған жұмыртқаны кез келген салманы сала берсеңіздер болады. Осылай видеодағындай жинап өріп аламыз да, үстін басып формаға келтіріп аламыз. Осылайша 8 пирожкемізді дайындап аламыз және екінші қалған қамырдан бауырсақ жасаймыз. Бауырсақ жасап жатқан кезде пирожкеларымыз көтеріліп, әдемі болып тұрады. Және пирожкеларды бірінші пісірген кезде ол арада бауырсақ көтеріліп үлгереді. Қызып тұрған майда орта отта 2 жағын осылай қуырып аламыз. Менде видеоны жылдамдығын үлкейткендіктен осылай тез қызарып жатыр. Негізінде 2-3 минутта қызарады. Осы ақ беті құрғақ болғанша келесі беті қуырылып шығады.
Осы әдіспен айран қосу арқылы бауырсақ пен пирожкиді пісіріп болдым. Бұл айраннан жасалған қамырдың түсі өте тәбетті ашарлық болып тұрады. Өте әдемі түсте пісіп шығады, жасап көріңіздер. Қонақ келіп қалған жағдайда таңғы асқа ыстық сүтті шаймен ішуге жақсы кететін бауырсақтар болар. Осы рецепт сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.